Харекет қайырымдылық қоры 1000 теңгеге баспана акциясы аясында Жезқазған және Сәтпаев қалалары бойынша 15-ші отбасыға баспана сыйлады. Ежелден ақ жарлығы жалғызатын сойғызып беретін, жауында жомарттығымен сүйсінткен. Әр қазақ менің жалғызым деп қолдан келгенше жәрдем беріп тұратын. Қалай десек те, көңілі дария халықтың басы біріксе жақсылық жасауға бел келетін аян. Оған дәлел бүгінде Харекет қайырымдылық қоры. Жеке баспанасы болмай пәтер жалдап күн көріп жүрген отбасы саны біреуге кеміді. Еліміздің түкпір-түкпіріндегі жомарт жандар жолдаған қаржыға Харекет қоры Сәтпаевтық Фазыловтар әулетіне Сәтпаев қаласы Ұлытау көшесі 80-ші үйден 2 бөлмелі пәтер сатып алып берді. Салтанатты түрде пәтер кілтін Сәтпаев қаласы меценаттар клубының төрағасы, жеке кәсіпкер Меруерт Бақбергенова табыстады. Сұлтанғалияға, сіз бүгін мынау Харекет қорынан кезекті баспана кілті сізге бұйырды. Сәтпаев қаласының тұрғыны Сұлтанғали Фазылов 3-ші топтағы мүгедек болса, егіз балалары 2-ші топтағы мүгедектер. Негізі жеке баспанасы болған. Алайда ем-домға қаражат таппай пәтерін сатып, бүгінге дейін үй жалдап келген. Енді міне пәтерге ие болып, қуанышқа кенеліп отыр. Сондықтан бұл кісілер хабарласқаннан кейін мен осы кісілер арқылы баспаналы болып жатырмын. Өзім толқып тұрмын енді. Сол, енді ол кісілердің жұмыстары ары қарай өркендей берсін, денсаулықтары мықты болып, осылай баспана жоқтарға баспана тауып бере берсін. Жақсылық қылсаң жасыр, жақсылық көрсең асыр демекші, көмек қолын созып бүгінгі күнде қайырымды іс жасап жүрген жандардың қатары артпаса, кеміген емес. Ел болып жомылып, 3 жыл ішінде 400 мұқтаж жанға пәтер кілтін табыстап, жылды қорытындылап отырмыз дейді Харекет қайырымдылық қорының өкілі. Харекет қайырымдылық қоры бүгінгі таңда 3 жылдың көлемінде үлкен ауқымда жұмыс істеп жатыр. Қазақстан Республикасы бойынша барлық облыстарда, әрбір аймақтарда осы мұқтаж жандарды іздеп тауып, баспаналы болуына себепкер болуда. Бүгінгі күні Жезқазған Сәтпаев қаласы бойынша 15 баспананың кілтін табыстадық. Әрине, мұндай қуанышқа ел тұрғындары да өз үлестерін қосып келеді. Халық қамын көздеген игі істер осы бағытта әлі де жалғаса беретін болады. Гүлім Маратқызы, Думан Оразов, Дидар телеарнасы.